Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бастамас бұрын бүгінгі сабағымызда кім бар, кім жоқ, соны түгендеп алайық. Топ старостасы, сабақта бүгін кім бар, кім жоқ? Топта 18 бала, 2 бала себепті. Жақсы, рахмет. Бүгінгі біздің сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйлеріңізді біліп алсақ. Көңіл күйлеріңіз өте жақсы болса 5 деп, жақсы болса 4 деп, көңіл күйлеріңіз жоқ болса 3 деген сандарды жаңбыр тақтасына қойып өтсеңіздер, өздеріңіздің аттарыңызды жазып. Диана, Аружан, 5 жақсы, Тоғжан, Фариза, 5 дейді, өте жақсы. Дина, Ақбота, өте жақсы. Мадина, өте жақсы. Тоғжан, Сара, Аян дейді, міне 5 дейді. Өте жақсы. Келесі. Көңіл күйлеріңіз өте жақсы екен, ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы анықтамас бұрын мына суреттерге назар аударыңыздар. Бұл суреттерде не көріп тұрсыздар? Микрофондарыңызды қосып, қолдарыңызды көтеріп, суретте не көріп тұрсыздар, соны атап өтсеңіздер. Апамен айтсам бола ма? Жақсы. Жанетта. Бұл суретте мен су, қант, бояғыштар, плита көріп тұрмын. Кастрюль. Жақсы. Ароматизатор. Тоғжан. Карамель. Жақсы. Аружан. Тағы не көріп тұрмыз? Плита. Ароматизаторлар. Сірне. Сірне. Жақсы. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы карамель өнімдері туралы жалпы түсінік, мұздақ карамель. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларға карамель өнімдері туралы жалпы түсінік беру және мұздақ карамельдің дайындау технологиясын түсіндіріп көрсету. Сабақтың критерийлері: карамель өнімдері туралы жалпы түсінік алады, мұздақ карамельдің дайындау технологиясын түсінеді, мұздақ карамельдің дайындау технологиясын айта алады, карамель өндірісіне қажетті шикізат пен құрал жабдықтардың және негізгі сатыларының атауын ағылшын тілінде айта алады. Балалар, жалпы кондитер өндірісі қандай топқа бөлінеді? Апайым бола ма айтуға? Айта ғой, Дина. Екі топқа бөлінеді. Ұнды кондитерлі және қантты. Өте жақсы. Енді ұнды кондитер өнімдеріне не жатады? Дина. Ұнды кондитер өнімдеріне рулет, пирожналар, торттар, печеньялар. Жақсы. Тағы да кім айтады? Мен апай. Вафли, кек, пирожныйлар жатады апай. Сара. Крекер, вафли, кекс, торт. Өте жақсы. Ұнды кондитер өнімдеріне не жататынын біз білеміз өткен тақырып бойынша, иә? Енді біз келесі қанты кондитер өнімдерін өтеміз. Оған жатады дрожжи, мармелад және шығыс тәттілер жатады екен, иә? Жақсы. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың үй тапсырмасы ретінде жаңағы сіздерге осы ұнды кондитер өнімдеріне не жататыны. Осыны рет-ретімен орналастырсаңыздар. Бірінші сурет не көріп тұрсыздар? Чизкейк. Чизкейк. Жақсы. Келесі. Бисквит. Өте жақсы. Эклер. Өте жақсы. Келесі бізде. Жаңғақты. Жақсы. Келесі бізде. Безе. Өте жақсы. Безе.
Қатпарлы торт. Қатпарлы торт. Қатты торт. Қатпарлы торт. Тамаша. И суфле. И суфле. Суфле. Мгм. Енді біз тексеріп көрейік жауаптарыңызды. Өте тамаша дейді. Сіздер барлық сұрақтарға жауап бердіңіздер. Рахмет. Келесі. Бізде жаңа сабағымызда түсіндіремін. Карамель өнімдері туралы жалпы түсінік. Карамель деп қант пен сірнені қосып, ылғалдылығын 1-3%-ке дейін қайнатқанда пайда болатын амортты қатты тәтті тағамды айтады. Карамельдің түрлері өте көп. Бәрін 2 топқа бөлуге болады. Мөлдір карамель бөлуге болады, мөлдір карамель деп, оны түгелдей карамель массасынан дайындайды. Екіншісі ішіне салма толтырылған, сырты карамель массасымен қапталған. Ішіне салынатын салманың түріне қарай карамельдер бірнеше түрге бөлінеді. Жеміс-жидекті, помадалы, ликерлі, балды, сүтті, марципанды, жаңғақты, шоколадты, майқантты, буланған және сыртқы көрінісіне қарай оралған немесе оралмаған деп бөлінеді. Карамель жасау бірнеше сатыдан тұрады. Карамель шырынын дайындау, карамель массасын қайнату, ішіне салатын салманы дайындау, карамель массасын суыту және қалыптау. Енді назарларыңызға карамель шырынын қалай дайындайды, соған назарларыңызды аударыңыздар. Мұздақ карамельді үй жағдайында қалай дайындауға болатынын қазір сіздер көресіздер. Ең бірінші форманы майлап алады. Артық майларын сүртіп тастайды. Кастрөлді алып, ішіне 200 грамм қантты салып, 50 грамм суды құяды. 1 қасық лимон суын қосады. Араластырамыз. 7-8 минут қайнайды. Оттың астын ақырын басып қою керек. Температурасын анықтаймыз. Қайнағаннан кейін 150 градус болу керек. 150 градусқа жеткен кезде карамельді оттан алып, оны дайын болғанын, дайын болмағанын анықтаймыз. Карамельді қасықпен алып, салқын суға саламыз. Дайын болған, дайын болмаған тексереміз. Қолмен ұстап. Егер жұмсақ болса, карамеліміз дайын емес дегенді білдіреді. Егер де карамеліміз қатты болатын болса, онда карамеліміз дайын. Дайын болған карамелімізді алып, формаға құямыз. Жиырма 30 минут суытамыз, салқындатамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Салқындатқаннан кейін алып, әртүрлі пішін береміз жылы қалпында, жылы күйінде. Егер де карамеліміз қатып қалса, онда ешқандай пішінге келмей қалады. Сондықтан да жылы күйінде карамелімізді әртүрлі форма береміз. Әрқайсыларыңыздың өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Гүл жасауға болады, е? Үй жағдайында міне осылай мұздақ карамель дайындасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Енді балалар, сіздерге тапсырма. Learning платформасы арқылы. Карамель жасау сатыларын ретімен орналастырыңдар дейді. Сіздерге ссылкасын жіберген болатын. Осыны ретімен орналастырсаңыздар. Бірінші қай саты? Кім айтып өтеді? Қант пен сіркені араластыру. Сірне қосып. Қант пен сірнені қосып араластырады. Өте жақсы. Карамель шырынын дайындау. Тағы да?
Карамель шырынын дайындау. Карамель шырынын дайындау. Жақсы, дауысымызды шығарып. Карамель массасын қайнату. Карамель массасын қайнату. Жақсы. Ішіне салатын салманы дайындау. Ішіне салатын Келесі. салманы дайындау. Карамель масасын Карамель массасын дайындау. Жақсы. Оны қалыптау. Қалыптау. Жақсы. Салқындату. Карамельді орау. Карамельді орау. Ұсақ орау. Ұсақ орау. Және де қаптау. Қаптау дейді. Ал енді тексеріп көрейік. Дұрыс жауап бердіңіздер ме? Бәрекелді, сен қандай ақылдысың дейді. Өте тамаша. Келесі термин сөздермен жұмыс жасайық балалар. Су дейді. Ағылшыншасын қайталап отырамыз. Water. Қант дейді. Sugar. Caramel. Crystally. Boiling. Molasses. Жақсы. Енді бізде келесі осы сөздіктермен жұмыс жасадық, білеміз қайсы қай сөз екеніне. Енді соны бір-бірімен қосайық. Егер де дұрыс болған жағдайда бізде сөздеріміз бен суреттеріміз экраннан жоғалып отырады. Қант. Өте тамаша, жақсы. Келесі. Өте жақсы. Дұрыс екен, біздің экраннан жоғалып жатыр. Келесі. Келесі не көріп тұрсыңдар? Су. Жақсы. Бояғыштар екен. Қайнату. Жақсы. Қайнату дейді. Өте жақсы. Рахмет. Енді біз мұны тіркелейік. Ойынымызға сіздерге ссылкасын жібердім. Кодын да жібердім сіздерге. 79-44-39. Осы кодты теру арқылы тіркелеміз. Жақсы, бізде Фариза тіркелді, Жанетта, Тоғжан, Дина, Диана тіркелді. Өте жақсы. Тездетеміз балалар. Апай паролін қайттан айтып жібересіз? 79-44-39. Аружан тіркелді. Ақбота тіркелді, өте жақсы. Сара тіркелді. Бастайық, Иә. Сұрақтарға жауап береміз. Жақсы. Бізде кенгуру бірінші орында келе жатыр. Пума дейді міне. Өте жақсы, тездетеміз. Кім бірінші болып жеңеді екен? Тапсырмаларыңызды орындаңыздар.
Кім бірінші орындайды, сол жеңімпаз болады. Ақбота дейді. Ақбота. Бізде жеңімпаз Ақбота болды. Тағы да бір ойынымызды ойнап жіберейік тездетіп. Тоғжан дейді. Тоғжан жеңімпаз. Өте жақсы, өте тамаша. Енді бүгінгі біздің сабағымызды бекіту бойынша жалпы бүгінгі сабағымызды бекітейік балалар. Бекіте отырып, сіздер мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Миллион кімге бұйырады ойын ойнайық сіздермен. Карамельді дайындаудағы негізгі шикізат дейді. Қол көтеріп жауап береміз. Бояу. Қант апай. Қант. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз. Карамель массасының ылғалдылығы. 1,5-4. 1,5-4. Қол көтеріп жауап береміз. Өте жақсы. Карамель шәрбәтінің құрғақ затының мөлшері дейді. Сара. Мен айтайыншы. 85-86. 84-86. 84-86. Яғни сіздер қателесіп кеттіңіздер, е? Қайтадан бастайық. Карамель дайындаудағы негізгі шикізат. Қант. Жақсы. Қателессек, егер бізді ойынан лақтырып жібереді екен, е? Карамель массасының ылғалдылығы. 1,4. Жақсы. Келесі сұрағымыз. Карамель шәрбәтінің құрғақ затының мөлшері дейді. Диана. 85-86. 85-86. Аружан. 85-86. 84-86. Жақсы. Қандай температурада карамельді масса созылымды болады? 70-90. 70-90. Өте жақсы. Келесі сұрағымыз. Карамель массасының құрғақ зат мөлшері дейді. 96-99. Дұрыс айтасың. Келесі сұрағымыз. Карамельдегі сірнені алмастырғыш дейді. Инвертті шырын. Бәрекелді, жарайсың дейді. Отысыңыз құтты болсын дейді. Яғни сіздер бүгінгі сабақты толық меңгердіңіздер дегенді білдіреді. Енді балалар, бүгінгі көңіл күйлеріңізді жаңбыр тақтасына жазып өтсеңіздер. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Қандай әсер алдыңыздар? Бүгінгі сабақта не білдік, не үйрендік? Аты жөндеріңізді жазыңыздар жоғарғы жағына. Және бүгінгі сабақта сіздер не үйрендіңіздер? Сіздерге сабақ ұнады ма? Соны өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді білдіріп өтсеңіздер жазып. Тоғжан жаз болды дейді. Рахмет. Тоғжан, саған да рахмет. Келесі бізде жазып жатыр. Ұлжан жазып жатыр. Карамель туралы көп мағлұмат білдім. Сабақ қызықты болды дейді. Дина жазып жатыр бізде. Бүгінгі сабақ өте жақсы өтті. Бұл сабақта карамельдің жасалу жолдарын білдім дейді. Тамаша. Аружан жазды. Маған сабақ қатты ұнады, карамель туралы көп білдім дейді. Келесі, бүгінгі сабақ өте қызықты өтті дейді. Карамель туралы көп мәлімет білдім. Сабақ қызықты болды, рахмет дейді Диана. Сабақ қызықты өтті дейді Аян. Шақри, сабақ өте қызықты өтті дейді.
Сара. Бүгінгі сабақта карамельдің жасалу жолын және қандай түрлері бар екенін білдім. Сабақ өте қызықты өтті. Рахмет дейді. Сабақ сіздерге ұнағанына мен де қуаныштымын. Өздеріңіз ашық микрофон әдісі арқылы өздеріңіздің жаңағы сабақта не түсіндіңіздер, соны айтып өтсеңіздер болады. Кім айтады? Балам айтуға? Жақсы, Диана айтады. Мен бүгінгі сабақтан карамельдің түрлері көп, олардың бәрі екі топқа бөлуге болатынын білдім. Мөлдір, мұздақ карамель, оны түрлері карамель массасын дайындайды. Ішіне салма начинка толтырылған, сырты карамель массамен қапталған екен болады. Сол мәліметтерді білдім. Көп рахмет, апай. Жақсы, рахмет, Диана. Өте тамаша. Тағы да кім қосымша айтам дейді? Карамель жасау бірнеше сатыдан тұрады. Олар карамель шырынын дайындау, карамель массасын қайнату, ішіне салатын салманы дайындау, карамель массасын қалыптауға дайындау, қалыптау, оны салқындату, карамельді орау, ұсақ орау, бөлшекте бөлшеу және де қаптау. Осы сатылар алдыңғы қатарлы орындарында механикаландырылған тасқынды жерлер. Тағы келесі кім айтады? Мен айтсам болады, апай. Айта ғой, жақсы. Ішіне салатын салманың түріне қарай карамельдер бірнеше түрлерге бөлінеді. Жеміс жидекті, помадалы, ликерлі, балды, сүтті, марципанды, жаңғақты, шкатты, май қантты бұлғанған. Өте жақсы. Тамаша. Енді балалар, сендерге тапсырма түсінікті болса, бүгінгі жаңа тақырыбымыз түсінікті болса, сіздерге үй тапсырмасы, Learning платформасына сіздерге тапсырма берілді, ссылкасы берілді. Сол жерге кіріп, тапсырманы орындап, маған WhatsApp-пен жіберсеңіздер болады. Және сіздерге Платонус платформасына тапсырмаларыңызды салып қойдым. Сол жерде тапсырмаларды толық орындап жіберсеңіздер, соған қарай сіздердің бағаларыңызды бағалайтын боламын. Бүгінгі сабақта 5 елді атсалысқан Дина, Узалина Диана, Аружан, Сара, Тоғжан, Аружан, Олжан, барлықтарыңызға көп рахмет. Ақбота, Мадина, 5 елді атсалысып отырсыздар. Рахмет бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма бүгінгі тақырып бойынша? Жоқ, апай. Жоқ. Сабақ түсінікті болды ма сіздерге? Апай, бар түсінікті болды, рахмет, апай. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай.